Армысыздар, бүгін 23 ақпан. Мал базарында тоқтылар өте аз екен. 250 мыңның қошқарын көрдім, 1 миллионның бұқалары сатылуда тұр. Қалай екен, бағасына сай ма, көріңіздер. Жігіттер, енді басты каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз. Басты қолдау сол болып тұр. Қазір подписчик санын көбейту маңызды болып тұр, сондықтан сондай бір қолдау жасасаңыздар, көп рахмет. Мына 200 жабағының әрқайсысы 250 мың теңгеден еркек. 7 жасар айғыр 750 мың теңге. Жабағы 250 мың еркек. 260 мыңға алдым дейді. Айғыр 750 мың. Байтал 380 мың. Ұрғаш жабағы 280 мың бағасы. Жетіге шығатын жылқы 600. Қазір қалмай қой, брат. Тоғыры апрельге барам екен, мынау майдың аяғы барам екен. Әрқайсысы 520-дан ту биелер. 700 мың дөнен 5-ке шығарды. Жуас? Жуас бөлінгі. Бұл дөнен шығар бағасы 800 мың теңге дейді. 5 700 мың. $850 мың 800. Еркек па ол? 250 мың жабағы. Бағасы 500 мың дейді. Дөнен ба, жоқ 5-ті ма, қалай ойлайсыздар? Мына боз екінші туады дейді, 700 мың бағасы. Бұл да туады, екінші туады, бағасы 700 мың. $170 мың еркек. Ырғашы ма 180 мың. Бүгінгі мал базарда жылқылар өте аз екен. Басты каналға жазылып қойыңыздар енді. Соны ұмытпаңыздар. 600 мың. Тоже 600 мың бағасы. 700 мың бірге сатылады. Үшеу тұр, иә? Әрқайсысы 700 мың теңгеде. Круг 480 мың. Екен жүресіз? Ай, бәрекет. Бағаңыз айтсаңыз, 430-ға болатын жер. Семіз айбат екен. 770 мыңға сатылды мұныққа. Екі ұрғаш 260 мыңнан. Екі еркек, Екі еркегіңіз 285. 285. Арода. Алакөл Ақпан. 730 мыңға сұрап отыр, е? Бұл 630 мың бағасы. 4-ші туған бұзау бағасы 500 мың. Тикток шуалайла, салам алейкум. Шаруалар 360 мыңнан әрқайсысы. Қаншаға береді негізі? Білмедім, ауыз шағыда. Үшеу тұр, әрқайсысы 450 мыңнан дейді. Арғысы үлкен сиыр, берісі бұқа. 530 мың бағасы.
Екеуі де ұрғаш 200 мыңнан. Я бесеу тұр да, круппен 520-дан. А былай жекелей келсе? Шамамен. Bir 550-550-ге келеді дейсіз ғой, иә? Жоқ, 500-ге бармайды. Бармай ма? Қазақ, 1 миллион. Қай жерде тұр? Шерал. Мына бұқада 1 миллион деп тұр. Дәу әдемі екен. Мына екеуі бірдей, сол 1 миллион бір адам сатып тұр. 500 мың біз алып сүйір. Мына буаз дейді. 1 миллион бағасы. Той дейм соған қарағанда. Еркек қой бәрі сонда? 5 еркек, 5 ұрғаш. 300-ден бастап 380-ге дейін дейді арақ бағалар. Бұлар әрқайсысы 280 мың теңгеден алалар. Әрқайсысы 270-тен. Еркек. 480 мың. Қаншаға бересіз? 460. 460. Бір жарым жасар 800 мың. А? Қазақ ұрғаш 550 мың. Әрқайсысы сонда 350-ден, е? 300-ден, да. 4-5 өтір. Бұл бұзауы сиыр бағасы 550 мың. Бұнда қозлы қойлар 80 мың дейді. Қошқар 70 мың дейді. Сауық қойлар 48 мың әрқайсысы. 70 мың байланған. А? Арашан. Таза арашан. 280 мың бағасы. Қошқар ғой, е сонда? Иә, қошқар. Бұл ұрғаш 230, салмақтап 100 мың артық шығады дейді. Қошқар 70 мың. Маған? Шаруа тоқтар 45 мың. Қозлы қойлар 75 мың теңгеден бағалары. Қошқарлар тұрғында әрқайсысы 85 мың теңгеде. 110 мың бұл қошқар. Бұл тоқтылар 45 мыңнан еркек. Саулық қой 60, тоқтылар 50 мың. Я бұйырса 85 мыңнан әрқайсысы. Үшеу тұр әрқайсысы 85 мың үстінде. Вот, лавратан сатып жатыр. Әрқайсысы 70 мыңнан дейді. Байланған тоқтылар. Аралыс. 75 Саулық қойлар. Қаншаға бересіз сонда? 70-ке. 120 мыңның қошқар. Бұл 130 мың. Қазақ қой сияқты. Қошқар. Диқан қайратын шөбі 600 бір түбі. Ақ жазықтың шөбі бір түбі 10,5. Оралман шөптің бір түбі 6 мың. Шаралтыға. Монодордың шөбі 500 бір түбі. Бұл да шаралты 700 бір түбі. 1 килосы 90 теңге. Бұл әулиеағаштың шөбі 750 бір түбі. Оның күріш туы 1000 теңге дейді. Үй салған кезде қабырғаға қосатын және бөлімше.